Ал ел жастарына әлемнің үздік оқу орындарында білім алуға мүмкіндік берген болашақ бағдарламасына биыл 27 жыл. 1993 жылы тұңғыш президенттің қаулысымен тағайындалған халықаралық стипендияға осы уақытқа дейін 14 мыңға жуық азамат қол жеткізген. Шекара асып, ширап, тәжірибе жинап келген отандастарымыздың дені еліміздің әр саласында табысты еңбек етуде. Әріптесім Айбек Қосан сол түлектердің бірерімен тілдесіп көрді. Болашақ бағдарламасының грантын иеленгендердің дені қай мемлекеттерге аттанады? Халықаралық бағдарламалар орталығының дерегенше 44% Ұлыбритания мен Ирландияны таңдайды екен. 41% ақш пен Канаданың университеттерінде білім алып жүр. Қалған 13% Еуропаның бірқатар мемлекеттерінде және де Азия елдерінде, Австралия мен Ресейде оқып жатыр. Шалғайдан шығып шетелде білім алған жастың бірі Жамбыл облысы Аққұм ауылының тумасы Абай Отар. Ұлыбританияның Лидс университетінде халықаралық журналистиканы меңгерген болашақ түлегі бұл күні республикалық басылымда еңбек етуде. Адамның әлеуметтік жағдайына қарамастан шетелде білім алуына және шетелде үйреніп келген білімін, тәлімін осы Қазақстанға кеп енгізуге, осы жақта пайдалануға зор мүмкіншілік береді. Негізгі артықшылық осы деп ойлаймын. Оның үстіне бұндай бағдарлама, осыған ұқсайтын бағдарламалар шетелдерде бар, мысалы Арабияда бар, Әзербайжанда бар, бірақ олар дәл болашақ секілді сәтті болып жатқан жоқ, тиімділігін беріп жатқан жоқ. Бірақ болашақ шетелге оқытып қана келмей, Қазақстанға қайтып келіп, сонда үйренген нәрсесін осы елге, халыққа пайдасын тигізуге пайдаланып жатыр деп толық айта аламын. Британ аралдарында білімін толықтырған тағы бір азамат Қанат Әуесбай, журналист оқып қана емес, көкжиегі кеңейіп, көп дүниені көкейіне тоқып қайтқанын айтады. Ең үлкен мүмкіндіктің бірі осы кемшіліктерімізді көріп, өзіміздің артықшылықтарымызды да бағалап, біз қай тұрғыда артта қалдық, қай тұрғыда дамыдық деген сұраққа жауап табу үшін шетелде өмір сүріп көру керек, шетелде тұрып көру керек, білім алып көру керек деген ойда қалдым. Болашақ бағдарламасы осы мүмкіндікті бізге берді. Енді мен үнемі айтатын сөзім бар, бабасының табаны тимеген жерге баласының қаламын тигізген болашақ бағдарламасы. Оңтүстік Кореяда тағылымдамадан өткен хирург Бақтияр Ташкенбаевпен байланысқа шықтық. Батыс Қазақстанда еңбек етіп жатқан ол 10 жыл ішінде 5 мыңнан аса операция жасаған. Дәрігер 3 жыл бұрын 3 қабатты үйдің төбесінен құлап, қоршаудың үшкір теміріне шаншылып қалған құрылысшының өмірі үшін 5 сағат бойы арпалысып, аман алып қалған. Бұл ерлігі елге енді жария болып отыр. Хирург бұл менің жұмысым деп қысқа қайырды. Әр жақтан ұсыныстар түсіп жатса да, әккі маман елде еңбек етем деген антына адал қалатынын айтты. Ең бастысы әлемдегі озық технологиялармен бізде жоқ технологиялармен сол кезде сол жерде кездескен тұғымыз. Соның бір сыпырасын осы 5 жылда Құдайға шүкір өзіміздің елімізде енгізіп жатыр. Үлкен қалалардың бәріне шақыртулар бар. Сонымен қатар Турцияда, Австралияда, Канадада, Біріккен Араб Әмірліктерінде жұмыс істеу мүмкіншіліктері қазір бар, ешқандай қиындық жоқ оның. Ол жақта жалақы да жақсы. Бірақ та мен ойлаймын, басқа елде сұлтан өз елінде ұлтан болу керек. Болашақ стипендиясын биыл 57 азамат жеңіп алды. Олар енді 27 түрлі мамандықта білім алуға аттанады. Ішінде иммунология, вирусология сияқты отандық медицинаға аса қажет салалар да бар. Лаура Демесінова шетелде оқығысы келетін үміткерлердің бәріне талап ортақ дейді. Кім конкурстан сүрінбей өтеді, жолдамасы оныкі. Бәрі ашық түрде. Қазіргі кезде ол документтерді мүлдемде халықаралық бағдарламалар орталығы өздері қабылдамайды. Соны арқылы қабылдайды. Сондықтан мен ойымша ол тепе-тең мүмкіндік. Ең бастысы ол жас болмасын, болашақ ең бастысы олар ешқандай шектеу қоймайды. Англия болсын, Ресей болсын, ақш болсын. Тек үздік университеттерге баруға мүмкіншілік жасалды. Жыл өткен сайын болашақ бағдарламасының тізімдегі жоғары оқу орындардың саны қысқарып келеді. Өткен жылы стипендия өкілдері әлем бойынша 537 университеттің бірін таңдаса, биыл оның саны 3 есе қысқарған. Сан емес, сапасына мән беріле бастаған. Шетелде оқып, елге оралып, еңбек етіп жатқан отандастарымыздың қатары көп. Бұл елбасы бекіткен бағдарламаның тиімділігінің бір көрінісі болса керек. Айбек Қосан, Айбек Тынбаев, Басты жаңалықтар.